Today's lesson is about present continuous tense. Жалғасудағы осы шақ. Осы сәтте немесе осы кезеңде болып тұрған, жалғасып тұрған уақытша іс-әрекет. Бұл present continuous tense екі түрлі етістіктен жасалады. Көмекші етістік және негізгі етістік. Көмекші етістік to be, оны білеміз, бұл жіктеледі. Және негізгі етістіктің present participle деп аталатын инфинитивке ing жалғау арқылы айтылғанда ing. Осы негізгі етістік, осы екі етістік арқылы жасалады. Біз етістіктер сабағында verbs, міне етістіктер екіге бөлінеді дегенбіз. Дұрыс етістіктер міне regular verbs, дұрыс емес етістіктер irregular verbs, міне дұрыс етістіктерге міне өткен шақ түрлерінде past simple, past participle-да ed деген жалғауды жалғап жасай береді. Сондықтан олар дұрыс етістіктер болып есептеледі. Ал дұрыс емес етістіктер осы өткен шақ формаларында past simple, past participle-да әртүрлі болып жасалады. Сондықтан да олар irregular verbs, дұрыс емес немесе бұрыс етістіктер. Ал бүгінгі сабаққа керегі present continuous tense'ді жасауға керегі бізге мына present participle деп аталатын етістік. Бұл етістік түрі өте оңай. Оңай дейтін себебіміз бұл инфинитивке міне тұйық жайындағы негізгі етістікке дұрыс етістіктерге де дұрыс емес етістіктерге де ing деген жалғауды жалғау арқылы жасала береді. Ing болып айтылады ол. Listening, looking, watching, jumping, being, singing, driving, going, finding. Continuous tense, affirmative sentences болымды сөйлемдер. First person singular, second person singular, third person singular бұл бірінші, екінші жақ, үшінші жақ жекеше түрі деген сөз, соны білесіңдер. Plural, сол үш жақ көпше түр. I, мен, you, сен, he, she, it, үшінші жақ жекеше түрде осылай үш түрлі болады. Ол жігіт, ол қыз, ол адамнан басқа нәрселерге қолданылатын есімдік it. He, she, it. We, you, they, біз, сендер, сіздер, they, олар. To be, көмекші етістік, осы present continuous'те қолданылатын жіктеледі. Негізгі етістік, инфинитивке ing жалғанады дедік, осылай. Және де to be бізде мынандай болып, үшінші жақ көпше түрде, үш жақта да a болып жіктеледі, өте оңай. Және екінші жақта жекеше түрде де солай болады. I am walking in the park. Мен қазір паркте жүрмін. Осы қазір болып жатқан іс-әрекет. You are walking in the park. Сен паркте жүрсің. He is walking in the park. Ол жігіт паркте жүр. She is walking in the park. Ол қыз паркте жүр. It is walking in the park деп тотықш жайында айтуымызға болады. Тотықстарда паркте жүреді. We are, you are, they are walking in the park. Біз, сіздер, олар деген барлықтарының қазір паркте жүргенін білдіріп тұр. Present continuous осы шақта болып жатқан уақытша іс-әрекетті білдіреді деп айтамыз. Бірақ сол осы шақта болып жатқан уақытша іс-әрекеттің әртүрлісі болады. Соны бастап қарайық. Бірінші now, қазір осы мезетте болып тұрған уақытша іс-әрекет. Мен сауда орталығында жүрмін. Мына жерде менде цирилликамен де жазылған, және қазақша осы сөйлемдер ағылшын әріптерімен де жазылған. Өйткені мен keyboard'ымда цириллика әріптері жоқ, сондықтан барлығын осылай цирилликамен жазылған маған көп уақыт кетеді. Бұлай әртүрлі әріптермен оқу бізге ондай қиындық тигізбейді, біз бәріміз өте ақылдымыз. I am shopping in the mall. Мен қазір сауда орталығында шоппинг жасап жүрмін. Осы мезетте болып тұрған іс-әрекет. She is sleeping in the bedroom. Бұл да осы мезетте жалғасып тұрған іс-әрекет. Ол қыз жатын бөлмеде ұйықтап жатыр.
It is sitting on the windowsill. Ол мысық терезе алдында отыр қазір. Present continuous tense және де presently дейді қазіргі кезеңде, қазір осы уақытта белгілі бір уақытқа созылып тұрған іс-әрекет. Мысалы, біз курстарға қатысатын болсақ, немесе жүргізуде үйрететін, машина жүргізетін сабақтарға қатысатын болсақ, ол да белгілі бір уақытқа келісіледі. Осы жақта сондай іс-әрекеттерді осы present continuous арқылы міне осылай жасаймыз. To be жіктеліп тұр барлығында, және де етістікке, негізгі етістікке енгізілген тұр. He немесе my brother is attending maths classes. Ол, яғни менің інім математика курсына қатысып жүр. They are taking driving lessons. Олар машина жүргізетін курсқа қатысып жүр. You are preparing for exams. Сен емтиханға дайындалып жүрсің қазір. Осы аптада немесе осы айда. Present continuous tense denotes a temporary action. Уақытша, қысқа уақытқа жалғасатын іс-әрекетті деп білдіреді. Мысалы, біз осы қонақ үйде тұрып жатырмыз деп айтатын болсақ, мүмкін біз қонақ үйде 2-3 күн тұрамыз, мүмкін 1 апта тұрамыз. Сондықтан ол осы жақта жалғасып тұрған, қысқа уақытқа жалғасып тұрған іс-әрекет деп айтуға болады. Ағылшынша we are staying in this hotel. Және мысал, she, my friend, қыз, ол қыз. She is looking for a new flat. Ол қыз жаңа пәтер іздеп жүр. I am reading a good book. Мен қазір жақсы кітап оқып жүрмін. Present continuous tense denotes trends, changing situations. Trend деген сөзді орыс тілінде қазір қолданып жүр. Ол ағымдағы болып жатқан нәрсе деген сөз, өзгеріске бейім іс-әрекет. Prices are increasing month by month. Бағалар ай сайын өсуде. Бағалар үнемі өсіп тұрады. Әсіресе қазір трендте картошка мен сәбіздің бағалары. The population is growing year by year. Халықтың саны жылдан жылға өсуде деген сөз. Кейбір елдердің саны кеміп жатқан болуы мүмкін, бірақ жер шарын алатын болсақ, бүкіл әлемді алатын болсақ, халық саны жылдан жылға өсіп жатыр. My English is getting better week by week. Менің ағылшын тілім апта сайын жақсаруда. Осы trends, changing situation ағымдағы өзгеріске бейім іс-әрекеттер жайында тағы мысалдар. Economy is getting better. Экономика жақсаруда. Economy is getting worse. Экономика нашарлауда деген сөз. Labor situation is getting better. Жұмыс жағдайы жақсаруда. Labor situation is getting worse. Жұмыс жағдайы нашарлауда. My dreams are coming true. Менің армандарым орындалуда. Present continuous tense denotes planned future actions. Planned future actions деген алдын ала жоспарланған, жақын келешекте болатын іс-әрекет. We are going to Taraz tomorrow. Біз солай келісіп қойғанбыз, солай жоспарлап қойғанбыз. Біз ертең Таразға барамыз. Соны we are going to Taraz tomorrow деп айтамыз. Олар келесі аптада бізге келеді. Сол сияқты. They are visiting us next week. Мен келесі айда емтихан тапсырамын. Бұл да кесте бойынша, емтихан кестесі бойынша жасалатын жоспарланған іс-әрекет. I am sitting an exam next month. Present continuous tense denotes repeated actions. Repeated actions дегенде қайталанып тұратын іс-әрекеттер. Present simple'да көбінесе қайталанып тұратын іс-әрекеттерді білдіреді деп айтамыз.
айырмашылығы қайталанып тұратын іс-әрекеттер мында present simple'да ол тағы бір басқа осы жақтың формасы. Ол жерде табиғаттағы заңдылықтар бойынша қайталанып тұратын немесе қалыптасқан жағдайлар бойынша қайталанып тұратын іс-әрекеттер. Ал мұнда жеке бір кейбір адамдардың қайталайтын негізіне ұнамсыз әрекеттер. Мысалы, олар үнемі телефонға қарап отырады. Осындай көрініс сендерге белгілі ме? They are always looking at their phones. Олар үнемі телефондарына шұқшиып отырады деген сөз. Онша ұнатпай айтып тұр бұл жерде. He is always watching TV loudly. Ол үнемі TV-ді қатты қойып қарайды деген. Бұл жерде де ұнатпайтын біреудің ылғи қайталап жасай беретін тірлігін айтып отыр. You are always making noise. Сендер үнемі шулайсыңдар. Ал осындай сөйлемдердің I am walking in the park ең бірінші беттегі мысал. Біз бұрын өткенбіз, осындай түрлер кейде қысқарып айтылады деп. I'm, you are, his, she's деген сияқты қазір қарайық міне. I'm, you are, you're walking in the park. His, she's, it is walking in the park. We're walking in the park. You are walking in the park. They are walking in the park. Осылай қысқартып айтуға да болады. Negative sentences болымсыз сөйлемдер. To be көмекші етістікпенен және негізгі етістіктің арасына not дегенді қойып жасай береміз. To be ден кейін not қолданылады. Negative sentences contraction болымсыз сөйлемдердің қысқа түрлері. I am not дің орнына I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She isn't. It isn't. Және көпше түрде we are not дің орнына we aren't. You aren't. They aren't деп күнделікті осылай қысқаша түрін айта береді. You are not. You aren't. They are not. They aren't shopping now. Interrogative sentences сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлемдер қалай жасалады? Сұраулы сөйлемдерде auxiliary verb, міне көмекші етістіктер, to be-дің жіктелген түрлері бірінші орынға келеді. Есімдіктер, міне немесе бастауыштар екінші орынға келеді. Сөйлемнің басқа мүшелері өз орнында қалады. Негізгі етістік те солай қалады. Тек қана осы көмекші етістікпенен бастауыш екеуінің орнына ауысады. Онда қараймыз, міне I am walking in the park. Мен паркте жүрмін. Мен паркте жүрмін бе? Деп сұрайтын болсақ, Am I walking in the park? Are you walking in the park? Сен паркте жүрсің бе? She is sleeping now. Ол қазір ұйықтап жатыр. Ол қазір ұйықтап жатыр ма? Is she sleeping now? Is he attending math classes? Is he taking driving lessons? Осылай өте оңай. Осымен present continuous tense сабағы бітті, тамам. Present continuous формасын жасау өте оңай екен. To be-дің жіктелуін білесіңдер. Сол көмекші етістік ретінде to be-ді жіктеп, өз орнына қойып, негізгі етістікке ең жалғауын жалғап жасай береді. Онда келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.